қолданады, бірақ сондай қышығанға, дене қышығанға да жақсы әсер етеді. Гүлдерге құйса да жақсы әдейі жайнайды дегенді естідім да, о дедім, алдымдағы осыны пайдаландым. Енді өзіме өзім жуына салып, жуып тастаса болмайды шығар деп, ваннаның ішіне 15 минуттай, 10 минуттан асып 15 минуттай отырдым да, бүйтіп типа қышитын жерлерге мынандай жерге шатым ғой қышитыны да, мүмкін емес. Сөйтіп сонымен отырып отырдым. Сөйтіп ертесіне және подряд 3 күн жуындым да, қыздар сіздерге өтірік шығар, менің өзім жағым тынып қалды ғой мынадан. Не қышымадан құтылдым ғой. Анау жара болған жерлерші қарайып төгілді ғой. Екі үш жылдан кейін. Қарап отырып, өз жерлер қарап отырып болып кәдімгідей түсті ғой, бәрі төгіліп. Енді ваннаға түссем, қайсысына жума бере іштемін да қалай болып кетемін. Сөйтіп 2-3 күн күніге түсеміз ғой ваннаға, 2-3 күн жумай қойсам, жайлап бастаған еді, қайтадан сөйтіп қайтып басында. Сөйтіп ауылда келінге жібердім бұны. Ода да бар аллергия сондай. Оған жібердім. Сөйткеннен ол өзі емес, немерелерін айтты. Маса шақтыдағы содан жара болып, бітіп қалады да қайтадан жара, уже кезең айы келе жатыр, мынау уже андай болып кетейін деп жатыр деп. Сөйтіп сонымен немерелерін жуындырған екен. Бір жуғаннан жас балаларға, бір жуғаннан қарап отырып болып төгіліп жасым келе жатыр. Осы өлімде мен осындай рахат пайда көрдім. Жаным жайдапты деп айтсам болады. Әйтпесе бұны біз посудомоющий средство деп Түркістандағы әпшем гүліне алды. Гүл өсіреді. Посудасын жуады да, ана енді ана гүлдерін жайқалған керек.